Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Аллаға сансыз шүкірліктер болсын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға, сахабаларына, оның отбасына салауат пен сәлемдер болғай. Бүгінгі тақырыптың бірі адамның бойында болатын сипаттардың бірі бұл әс-сәбат. Әс-сәбат араб тілінен аударған кезде әрдайым тұрақты болу, бір амалдың үзілмей әрдайым жалғасында болу деген мағынаны береді. Жалпы терминдік мағынасы адам баласының әрбір қадамы мен жүрегі тайқып кетуі мүмкін болған жағдайда тайқымай берік болу деген мағынаны береді. Жалпы бұл тұрақтылықтың, әс-сәбаттың тағы синоним сөзі бар, бұл әл-истиқама деген, яғни туралық деген. Бұл екеуінің айырмашылығы әл-истиқама Алла Тағаланың бұйырған бұйрықтарын орындау арқылы, сол бұйрықтарға бекем болу, беріктік болу. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фастақим кама умирта. Бұйырылғандай туралықта бол деп сипатталады. Ал тұрақтылық болса, сол беріктікте жүрген амалдарды онымен қоса сол амалдарды орындауда күнәдан аулақ болу. Сынақ кезде сабырлық танытып, және белгілі бір ұстанымнан істемеу, ауытқымау дегенді білдіреді. Жалпы тұрақтылыққа қажетті жағдайлар ең біріншіден дінге берік болу, дінге тұрақты болу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің дұғасында да «Я муқаллибал қулуб, сәббит қалби аля диник» деп дұға қылған. «Я жүректерді бұрушы, өзгертуші, менің жүрегімді өзінің дініне берік ет» деп дұға қылған. Алла Тағала Құран кәрімде мүміндердің де дұғасын мысалға келтіреді бізге. «Роббана ла тузи қулубана бa'да из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал вахаб». Раббымыз деп жатыр, бізді тура жолға салғаннан кейін жүрегімізді ешқашанда ауытқытпа, және бізге өз қасыңнан бір нығмет бер, береке бер, жақсылық бер, игілік бер деп жатыр. Күдіксіз сен өте берушісің, яғни сыйлаушысың әр нәрсені деп жалбарынатын турасында Алла Тағала Құран кәрімде айтылады. Одан кейін нәрсе, бұл тұрақтылыққа қажет жағдайлардың тағы бірі бұл бүлік, яғни фитна. Жалпы фитнаның екі түрі бар. Біріншісі шубухат, яғни күдік, күмәнді болған фитналар бар. Бұл яғни Алла Тағаланың барлығына, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алланың елшісіне күдік келтіру. Бұл жалпы адам бойына уәсуәс салатын шайтанның азғыру амалдары жатады. Одан кейін нәрсе шахуат, бұл әйелге, және де мансапқа, атақ құмарлыққа, және де атақ дүние мүлікке ғашық болу. Яғни осылай ғашық болып, Алла Тағаланың әмірін ұмытып кету, бұл да бір фитнаға жатады. Алла Тағала Құран кәрімде Назиғат сүресінде келеді, айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фаамма ман тага. Кімде-кім шектен шығатын болса, қандай нәрседе? Ва асару хаятат дуния. Және де сол дүние әсерлерінен сол шектен шығатын болса, фа иннал жахима хиял мауа. Жалпы оның баратын жері тозақтық, жаһаннам деген екен. Ва амма ман хафа мақама раббихи ва нахан нафса анил хава. Ал кімде-кім Алла Тағаланың алдында тұруынан қорқып, жауап беруінен қорқып, өзінің бұл дүниеде келіп тұрған күнәдан нәпсісін тиятын болса, фа иннал жанната хиял мауа. Әлбетте, оның баратын жері жәннат деген екен. Жалпы айтқанда, осы екі бүліктен аман болсақ, сол бүлікпен қатар өзіміздің Алла Тағала бұйырған амалда тұрақтылық танытатын болсақ, Алла Тағала біздің дәрежемізді көтеріп қояды. Одан кейін нәрсе, сынақ кезіндегі тұрақтылықтар бар. Әлбетте, адам бұл өмір болғаннан кейін ащыста, тұщыста келетін сынақтар болады. Сол нәрседе өзіміздің құлшылық жасап жатқанымызды, Аллаға деген тәуекелімізді, сол нәрсеге тұрақтылық жасайтын болсақ, әлбетте, ол сынақтан да біз не күтеді екенбіз. Сол сынақтың бірі Құран кәрімде бізге мысал етіп кеткен Әсия анамызды Алла Тағала келтіреді. Яғни ол перғауынның әйелі болған Әсия анамыз өзінің иман еткен, паш еткен кезде оның күйеуі перғауын оны қатты азаптайды. Азаптаған соншалық оны қатты қинайды. Бағанға керіп байлап, оны қанша темір шынжырмен не істейді, арқасынан сабап тастайды. Сол кезде
Әсия анамыздың дұғасында Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббибни ли индака байтан фил джаннати ва наджини мин фирауна ва амалихи. Я Раббым, маған өзіңнің құзырынан жәннаттан бір үй тұрғыз, және мына фирғауыннан, және оның амалынан құтқар. Ва наджини мин қауми залимин. Және де мені зұлым қауымдардан да, зұлым топтардан да несе құтқар деп Аллаға жалбарынады. Міне нәзік жандылардың қатарында болса да, Алла Тағала осы Әсия анамыздың дінге деген тұрақтылығын паш етіп, барша мүміндерге Құранда өз кітабында мысал еткен екен. Тұрақтылықты бұл қалыптасқан тағы факторлар бар. Әрине, ең біріншісі дұға ету. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұғасында да Аллахумма инни ас'алука сабат фил амри. Я Раббым, я Алла Тағала, шынында мен өзіңнен істе тұрақты болуымды сұраймын деп дұға қылған екен. Бақара сүресінде де осы турасында дұға келеді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббана африг алейна сабран ва саббит ақтамана. Я Раббымыз, біздерге сабыр бер, әрі табандарымызды бекітіп, дінде тұрақты болуымызды, қай бір жақсылық амал тұрақты болуымызды Алла Тағала бізге қалай дұға етуін үйретіп кеткен. Одан кейін Құранға ой жүгірту. Әрине, тұрақты болған, дініне тұрақты болған қаншама пайғамбарлар, қаншама салихалы кісілер турасында Құран кәрімде келтірілген. Солардың өмірлерін оқи отыра, солардың өмірлеріне ой жүгіртетін болсақ, қаншама қауымдардың жойылып кеткеніне ой жүгіртетін болсақ, әлбетте біз дініміздің қаншалықты асыл екеніне көз жеткіземіз. Одан кейін нәрсе тағдырға иман. Әлбетте тағдырға иман ету, әрбір адамның басына келу тиіс болған нәрсенің, әрбір нәрсенің одан айналып өтпейтінін, тіпті одан айналып өткен нәрсенің оған қайта келмейтінін білу, бұл адам жүрегін тыныштандыратын нәрсе. Бір ғұлама ғалымыз айтады, тағдырыма жазылып қойғанды ешкімнің тартып алынмайтынын білген кезде жүрегім тыныштық тапты дейді. Яғни тағдырға иман келтіру адамның жүрегін, яғни мутмаин қылтатын, тыныштық таптыратын имандылықтың бір түрі. Одан кейінгі нәрсе, сол тұрақтылықты қалыптастыратын негізгі факторлардың бірі ізгі адамдармен бірге болу, салихалы адамдармен бірге болу, олармен сұхбаттасу, кітап оқу, осындай амалдарды жүзеге асыру біздің жүрегіміздегі барлық ізгі амалдарға деген тұрақтылығымызды істейді, нығайта түседі. Одан кейін бұл Алланың жәрдемі міндетті түрде келетінін білу. Әлбетте сіз қиналғаннан кейін, адам баласына сондай нәрсе болғаннан кейін, әлбетте Алланың жәрдемі келеді. Алла Тағала Құран кәрімде айтады, Шах сүресі, «Фа инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра». Әлбетте бір қиындықтың артында жеңілдік бар, бір қиындықтың артында жеңілдік бар деп екі рет айтылады. Бұл жерде ғалымдарымыз, тәпсірші ғалымдарымыз айтады, Алла Тағала бұлай екі рет қайталауында қайсы бір адам қиындық көретін болса, оның артынан ең аз дегенде екі жеңілдік көретін турасында түсіндірген. Алла Тағаланың ізгі құлдар үшін әзірлеген жәннаттар бар. Сол жәннаттың нығметтерін аңсау екен, қараңыздар. Сол Алла Тағала бізге қандай бұл дүниеде жақсылық жасасақ, артынан қандай жақсылық қияметте үлкен-үлкен нығметтермен бөлетін, жәннаттың нығметтерімен бөлетін, яғни құлдарына сүйіншілеген екен. Бұл турасында Құран кәрімде айтады, Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Раббыларының жарылқауы мағфирасымен, кеңдігі жер мен көктей болатын жәннатқа асығыңдар дейді. Бұл жәннат әлбетте тақуалар үшін әзірленген дейді. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Енді олар тақуалар дейді. Бұл тақуалар кеңшілікте де, таршылықта да малдарын сарп қылғандар дейді. Тіпті олар Алла разылығы үшін ашу жұтқандар және адамдарды кешіргендер дейді. Алла Тағала бұндай мұхсиндерді, жақсы жасауларды міндетті түрде жақсы көреді дейді. Енді бұл тұрақтылықты жоятын амалдар бар. Ең бірінші нәрсесі бұл қорқақтық. Әлбетте қорқақтық деген нәрсе бұл адамның ең бірінші жауларының бірі. Қандай жақсы амалдарға істеуге бас ұрайын десең, сол амалдың соңын білмей, және пұшайман болып, бұда пайда бар ма, жоқ па деп ойланатын адамдар бар, жақсы амалдарға. Бұл қорқақтық негізінде шайтанның азғыруына себепші болатын амалдардың бірі. Яғни кейбір адамдар Алланың дінін ұстансам, мал дүнием кемейді, зекет берсем, беруге бола ма, беруге болмай ма деп сондай нәрселерге
қорқақтық танытуда бұл үлкен адамның жауы болып табылады. Одан кейін нәрсе жаман ортаның әсері. Әлбетте жаман ортада жүру, қоғамда сол жаман нәрселерді алу, әлбетте біздің дінге деген тұрақтылығымызды жояды. Өйткені ғалымдарымыз айтады, қайсы бір адамның дінін білгің келсе, оның қасында жүрген достарына қара дейді. Достары қандай болса, оның қасындағы адам да сол сипатты алады екен. Ең жақсы дос, оған қарағанда саған ақиретіңді еске түсіретін дос деп айтқан екен. Үшінші, бұл тұрақтылықты жоятын факторлардың бірі жалқаулық. Яғни әдетте басталған қандай да бір істі аяқталуына кедергі жасайтын амалдардың бірі бұл адам бойындағы жалқаулық болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы хадисті, яғни амалдың үзілмей жалғасының турасында айтылған хадисінде «Инна ахаббал а'мали индаллах» Алланың құзырындағы ең ұнамды амалдардың бірі дейді. «Адуамуха ва ин қалла». Аз болса да үзілмей жалғасын тапқан амал деп айтқан екен. Одан кейінгі тағы тұрақтылықты жоятын амал бұл өз-өзіне таңғалу. Кейде адам баласы басқада жоқ сипаттарды өзінен тапқан кезінде өзін сондай бір басқа кісілерден жоғары қойып, яғни олардың сөзін тыңдамай не істеп кетеді? Жоғары қоюды сол өз-өзіне таңғалу деп атаймыз. Өз бойынан басқаларда жоқ артық сипаттарды көріп, сол арқылы өзін жоғары қою, бұл өз-өзін жақсы көру деп аталады. Жалпы бұл өз-өзіне таңғалу, өз-өзін жақсы көру негізінен тәкаппарлыққа, менмендікке, менсінбеушілікке, біреуді жазғыруға, кемсітуге апаратын амалдардың бірі. Өйткені шайтан да, ібіліс те Алланың құзырында сәжде жасамай, жәннаттан қуылып мәңгі тозақтық болуында осы өз-өзіне таңғалу сипаты жатқан. Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қала ма манаака алла тасджуда из амартука. Саған әмір еткенде сені сәжде етуден не тыйды деп сұрақ қояды. Сонда ібіліс айтады: Қала хайрум минху. Мен одан хайырлымын дейді. Халақтани миннар. Өйткені мені оттан жараттың ғой. Ва халақтаху мин тин. Ал оны лай бастан жараттың ғой деп, оны менсінбеушілікпен істейді, кемсітеді адам баласын. Сол кезде оған сәжде жасамай, өз-өзіне жақсы көрген ібілістің өзі тәкаппарлыққа кетіп, менменсіздікке кетіп, не істейді? Өзін тозаққа тасталады. Қараңыздар. Сондықтан да міне құрметті ағайындар, әрдайым дінімізде тұрақты болуымызды, амалымызда тұрақты болуымызды Алла Тағала нәсіп етсін. Сондықтан иманымыз берік болу үшін әрбір амалымызда тұрақты болайық.